Мен Ақбайтер жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Бақтыгереева Айымжан. Мен оқыған 30 кітап байқауына оқыған кітабым Мұхтар Мағауиннің ертарғын шығармасы. Мұхтар Мағауиннің ертарғын шығармасы 15-ші ғасырда туған халық жыры. Ол жырда батыр тарғынның ерлігі, елге адалдығы, махаббаты, адамгершілік қасиеттері суреттеледі. Ол ел басына күн туған кезде ноғай еліне көмекке келіп, жауға қарсы жалғыз шығып ерлік көрсетті. Бұл ерлігі тек жауды жеңу ғана емес, өз намысы мен елдің ары үшін күрес еді. Бірақ ел тынышталып, жау жеңілгенімен ел ішіндегі кейбір бейкенешшілер оның батырлығына күмәнмен қарады. Мұны естіген тарғын ханға ренжіп, елден кетіп қалады. Жолда ол Ақжүніс атты сұлу қызды кездестіреді. Ақжүніс оның өміріндегі жаңа белес. Ақылына көркі сай қыздың тарғынға деген махаббаты шынайы әрі таза. Екеуінің арасындағы махаббат адалдық пен сенімге құралған. Ақжүніс жолда тарғынға көмектесіп, ерінің жан серігіне айналған. Жыр соңында тарғын елге қайта оралып, еліне деген адал қызметін жалғастырды. Батыр тек қолына қылыш ұстаған адам емес, дана, сабырлы, ар-ұжданы таза азамат.